Қайырлы күн достар, бүгін біз қазақтың асыл тағамдарының бірі қазыны айналдырудың дәстүрлі жолын көрсетеміз. Бұл ұлт мәдениетінің қонақжайлылық пен берекесінің белгісі. Ендеше ас мәзірін бірге дайындап үйренейік. Бұл видеода сіздер қазыны қалай дұрыс айналдыру және де қалай дұрыс сақтау керектігін бөлісетін боламын. Ең алдымен лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Қазы айналдыру бұл қазақ халқының ұлттық тағамын дайындаудың бір бөлігі. Бұл етті және де сақтау тәсілі ретінде кең тараған. Қазы жылқы етінен, нақтырақ айтқанда қабырғасынан жақын орналасқан майлы етпен майдан жасалатын шұжық тәріздес тағам. Ал айналдыру дегеніміз қазыны ішекке салып, оны пішіндеп, кебу немесе сүрлену алдында арнайы өңдеп алатын боламын. Ең алдымен жылқы етін таңдап аламыз. Қазы үшін қабырғаға жақын орналасқан майлы ет керек. Етті жуып, қандығын кетіреміз. Салқын таза жерде дайындаған жөн. Әр қабырғаға тұз, қара бұрыш, сарымсақ қосып, жақсылап сіңіреміз. Дәмдеуіштер әркімнің қалауы бойынша салынады. Бірақ сапалы тұз бен бұрыш міндетті. Ет тұздалған соң оны 1-2 күн салқын жерге қойып, дәмін сіңдіреміз. Келесі сіздерге ішекті дұрыс тазалау жолын айтатын боламын. Бұл жылқының жуандау тоқ ішегі немесе тік ішегі. Ішекті бірнеше мәрте жуып, тұзды суға салып шайқаймыз. Кейбіреулері лимон немесе сірке суын қосып та иісті толық кетіреді. Ішек толық тазарғанша жуу өте маңызды. Бұл тағамның тазалығына, дәміне тікелей әсер етеді. Етіміз дайын, ішек те таза. Енді қазымызды айналдырып бастаймыз. Етті ішекке тығыздап саламыз. Арасына ауа қалмауы тиіс. Әйтпесе қазы шіріп кетуі мүмкін. Ауа шықпай қалса инемен тесіп жіберуге де болады. Ішек толған соң 2 ұшын мықтап байлап жіппен бекітеміз. Қазының ұзындығы шамамен 30-40 см болғаны ыңғайлы. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Ет пен майды бірге ала жүріп, қазымызды айналдыра бастаймыз. Мұны айналдыру деп атайды. Қазыны арнайы жіппен айналдырып байлап қоямыз. Бұл оның формасын сақтап, сүрлеу кезінде бұзылмауын қамтамасыз етеді. Кейбірі қазыны табаққа салғанда әдемі көріну үшін дөңгелетіп байлайды. Сол себепті өзімізге ыңғайлы етіп қазымызды айналдырамыз. Мен ұзын ішегімді 3 бөлікке бөліп алдым. Өйткені әр тамақ жасаған кезде ыңғайлы болсын деп осылай 3 бөлікке бөліп жасадық. Сол себепті өздеріңізге ыңғайлы етіп айналдыра бересіздер. Өте оңай және де қарапайым, сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мен бұл қазы айналдыруды мамамнан, яғни енемнен үйренген болатынмын. Өте оңай екен. Бұл қазы айналдыруды міндетті түрде жасап үйренуіміз қажет. Өйткені бізде қазақ халқының ұлттық тағамдары 5 бармақ тамағына міндетті түрде қазы салынады. Сол себепті қазыны үй жағдайында өзіміз айналдырып үйренейік. Сіздерге қазыны айналдырғаннан кейінгі кеңестерімен бөлісе кетейін. Қазыны айналдырғаннан кейін тоңазытқышта немесе салқын жерде сақтау керек. Егер сүрлейтін болсақ, бұл таза дәкемен жауып шыбын-шіркейден сақтауымыз қажет. Және де жаңағы айтып өткендей ет пен ішегіміз таза болуы өте маңызды. Бұл дәмімен сақталуына тікелей әсер етеді. Сол себепті таза болуы қажет. Міне біздің әдемі болып қазымыз айналып осылай дайын болды. Дайын болған қазыларымызды 2-3 күн жел өтетін көлеңкі жерге кептіріп аламыз. Кей адамдар оны бірнеше апта бойы сүрлейді. Бұл сүр қазы болады. Ал енді бірі қазыны бірден пісіріп дастарханға ұсынады. Қайнаған суға салып баяу отта 2 сағаттай пісіреміз. Қазыны кептіретін болсақ, біз міндетті түрде шыбын-шіркейден сақтауымыз қажет. Ал сүрленген қазыны қаламасаңыз, осылай дайын балғын күйінде тоңазытқышқа салып сақтауға болады. Мен дайын болған қазыларымды бірнеше күн жел бар жерде бірнеше күнге қалдырып, етімді сүрлеп алдым. Бәрібір сүрленген етке ештеңе жетпейді. Сол себепті осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егерде сіздерге видео рецепт пайдалы болса, ұнаса, астына жылы лебіздеріңізді, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менде 4-5 күннен кейін осылай сүрленген қазым дайын болды. Реңі де өте әдемі көрінеді. Осылай жасап, тоңазытқышта сақтаймын. Қазақтың ұлттық тағамын жасайтын кезде міндетті түрде қазыларымды жуып, осылай суға салып пісіретін боламын.
өте дәмді болып шығады. Достар, сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Рецепт пайдалы болса жасап көріңіз. Ас болсын!